Саламатсыздар ма? Сабақтың тақырыбы 18 ғасырдағы қазақтардың материалдық мәдениеті. Зерттеу сұрағы. Қазақтың ұлттық қолданбалы өнерінің бірегейлігі не? Сабақтың мақсаты қазақ халқының қолөнері, ұсталық, зергерлік, қолданбалы өнермен танысу, қолданбалы өнердің жетістіктерін бағалау. Жаңа ұғымдармен танысайық. Бірегейлік нысанның өз ұғымына барабарлығын, болмысының нақтылығын, тұтастығын білдіреді. Қолданбалы өнер тұрмысқа қажетті көркем, жиһаздық заттарды жасайтын шығармашылықтың түрі. Негізінен түрлі үй жиһаздары, сәндік заттар, жиһаз, зергерлік ою-өрнек пен әшекейленген заттар жатады. Мәдениет латынның культура, өңдеу, егу деген сөзінен шыққан. Мәдениет табиғат аясындағы адамның әрекеті арқылы жасалатын өзгерістер. Мәдениет материалдық, рухани болып екіге бөлінеді. Қазақтардың материалдық мәдениетіне киім-кешек, тағам түрлері, құрал-сайман, қару-жарақ жатады. Ұлы дала тұрғындарының шаруашылығы мен үй кәсібі туралы Шоқан Уәлиханов былай деп жазды. Көшпелі адам мал мен ішіп-жеп киінеді. Ол үшін мал өз тыныштығынан да бағалы. Қырғыздардағы амандасу да мал жан аман ба деген сөзден басталады. Қазақ халқының мал шаруашылығы өнімдері күнделікті өмірде кеңінен қолданылды. Мал терісінен киім-кешек, аяқ киім, түрлі ыдыстар даярлаған. Сүйек пен ағаштан күнделікті тіршілікке қажетті тұтынатын барлық заттарын жасаған. Жүннен және одан алынған материал кигізден киім, аяқ киім, кілем және басқа да тұрмыстық заттар әзірлеген. Жылқының жалынан мықты арқан, малдың мүйізінен тарақтар жасалған. Қазақтар тұрмысқа қажеттінің барлығын өздері жасаған. Шеберлер қайың, үйеңкі, қарағаштан ыдыс-аяқ, үй жиһаздарын, музыкалық аспаптарды жасаған. Күнделікті тұрмыста қайыңнан ойылған тегене, тостаған, қымыз құятын ожау, үлкен ағаш астаулар мен ет салатын табақтар кеңінен пайдаланылған. Ұсталар шаруашылыққа қажетті түрлі бұйымдар, қару-жарақ, ат әбзелдерін дайындаған. Шеберлер мен зергерлер күміс металды пайдаланып, білезік, сырға, шолпы, жүзік, алқа, сақина, шашбау сынды әшекей бұйымдар жасаған. Қазақтардың тұрмысында кең тараған материал тері. Теріден киім-кешек, тон, түйе мен жылқы терісінен торсық, саба, ат әбзелдерін дайындаған. Кигіз басу қазақ халқы арасында кең таралған өнер. Кигіз басуымен негізінен әйелдер айналысты. Тазартылып өңделген жүнді шиге жаю, ыстық су себу, домалату, білек пен басу жұмыстар арқылы қалпына келтірілген. Дайын кигізден туырлық, үзік, түндік, текемет, сырмақ сияқты бұйымдар жасалған. Дәстүрлі үй мүлкінің бірі кілем тоқылу ерекшелігі мен ою-өрнектеріне қарай түкті және түксіз кілем болып бөлінеді. Кілем қарапайым құрылғы өрмек арқылы тоқылды. Ұлттық ою-өрнек салынып, қолдан тоқылған кілем өте сапалы бұйым болып саналды. 18 ғасырдағы кілем тоқу ісі туралы көптеген деректерді кездестіруге болады. Георгий қазақтардың кигіз үйіндегі кілемдер туралы былай көрсетеді. Үйге киіздер немесе кілемдер төселеді. Далалықтарда дамыған кілем тоқу ісі жайлы Александр Гейнс қой жүнінен жасалған кигізден бөлек жіп те ереді. Оларды түрлі түске бояп, ұзын маталар тоқиды. Мұндай тоқымаларды кілем орнына кейде күймелі арбаның жолым үйдің қоршауын даярлауға және онда шымылдық құруға қолданады деп жазған. Қазақ ою-өрнектерінде алуан түрлер мен сарындар, жан-жануарлардың, космогониялық өсімдіктің бейнесі, геометриялық нақыштар кездеседі. Композициялық құрылымына қарай ою-өрнектер 4 топқа бөлінеді. Аса кең таралған ою-өрнек түрлері қошқар мүйіз, түйе мойын, мүйіз, қос мүйіз, сыңар мүйіз. Қазақ халқы ою-өрнекке ерекше мән берген. Тұрмысқа қажетті заттар мен бұйымдарға, ыдыс-аяқтарға, киімдер мен бас киімдерге, әшекей бұйымдарға сан алуан ою-өрнектерді салып, әдемі безендірген. Себебі қазақтардың түсінігінде ою-өрнек байлық пен молшылықты, еркіндік пен дербестікті білдіреді деген. Қазақтардың
Ең ежелгі баспанасы кигіз үй. Кигіз үйдің іші жазда жылы, қыста салқын болған. Кигіз үйдің сүйегі шаңырақ, уық, кереге, есіктен тұрады. Ағаштан үй жасайтын шебершіні үйші деп атаған. Енді балалар тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма: қазақтардың материалдық мәдениетіне не жатады? Тапсырма орындап болсақ, тексерейік. Қазақтардың материалдық мәдениетіне киім-кешек, тағам түрлері, құрал-сайман, қару-жарақ жатады. Келесі тапсырма: кәсіп иесі мен қызметін сәйкестендір. Орындап болсақ тексерейік. Үйші: ағаштан кигіз үйдің негізін жасаушы. Ұста: темір өңдеумен айналысушы. Шебер: музыкалық аспаптар жасаушы. Ерші: ер-тұман әбзілдерін әзірлеуші. Зергер: сәндік әшекей бұйымдар жасаушы. Келесі тапсырма: бұйымдарды жасаған материалдарына қарай жіктейміз. Орындап болсақ тексерейік. Ағаш материалынан музыкалық аспаптар жасалады. Материалдан түрлі еңбек құралдарын жасайды. Былғарыдан белдіктер, аяқ киім, қамшылар жасайды. Ыдыс, киім, белбеу жасалады. Үйге тапсырма: тақырыпты түсініп оқу, кестені толтыру.